осы кәсіптің арқасында үлкен ақша тауып, қыстың күні көлік мініп, үйіне құрылыс жұмыстарын жүргізіп отыр. Ауылдағы адамдарға өте ыңғайлы жұмыс, өйткені әрбір қазақтың үйінде есігінің алдында 10 сотық немесе 15 сотық жері бар. Көріп тұрғандарыңыз, мына екі қатар биогумусы дайын. Мына шылаушанның тығыздығы. Бұл қосымша жұмыс ретінде де өкіметтің жұмысында істеп, өзінің жеке кәсібі ретінде істеп жатқан жігіттер де бар. Влага көп болғаннан кейін бұл сеткадан өтпейді. Қай жері ыңғайлы, сол жерде жұмыс жасайды. Ассалаумағалейкум, құрметті Байғазақ арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін өзіміздің Ағдәулет бауырымыздың шылаушын түсіруге келдік. Мұндағы оның жұмыс барысымен танысайық. Алдымен қалай болып жатыр, не болып жатыр? Ағдәулет, өзің осы орайда жоғарыдағы қара сеткімен және де биогумустан шылаушынды өндіріп алу барысын өзің толықтырып айта кетсең. Ассалаумағалейкум, құрметті Байғазақ каналының арнақты көрермендері мен қолдаушылары. Мынау біздің осы түсіріп жатқан видеомыздан бүгінгі көптеген мәліметтер, сабақтар алсаңыз, біз сол нәрседен қуанамыз. Ал енді Мейірхан аға, мынау сіздің айтып жатқан сұрақтарыңызға жауап берсем, бірінші қара сеткі жайында. Қара сеткінің бізге беретін пайдасы, бұл біз әртүрлі шылаушанға әртүрлі заттарды қолданамыз ғой, көлеңкелету мақсатында. Мысал үшін сабан, кейін қамыс, шөп шалаңдарды біз қолданамыз. Бізге тиімдісі осы қара сеткі болды, 70%. Өйткені бұның астында біз жұмыс істей беретін болдық. Жұмыс тоқтап қалмайды, күн ыстықта да өзіміз жүріп жұмыс істей береміз. Сол жақтары, тиімді жақтары көп болды. Кейін қамыс немесе сабан жауатын болсақ, біз шылаушанға ауа беріп отыру мақсатында аударамыз ғой. Қопарту мақсатында аударамыз. Бірінші шөпті алып тұрып, немесе қамысты алып тұрып, кейін аударуға тура келеді. Ал мына қара сеткі болатын болса, біз бұның астында ешқандай екі жұмыс болмайды, бір жұмыс астында жүріп жұмыс істей береміз. Енді биогумустың шылаушын мына жаққа сыртқа шығарып алу бағыты қалай болады? Қазір мына көріп тұрғандарыңыз, мына екі қатар биогумусы дайын. Біз осы шылаушанды бөліп алу мақсатында осына ящиктерге навозды салып, сол навозға қазір Бұл навоз болатқанымыз жаңа корм ғой, иә? Жаңа көң, асты, мына ящиктің асты биогумусқа айналып қойған. Бұлар шылаушандардың азығы қалмаған кезде өздері ящиктің тесіктері көрініп тұр ғой. Осы ящиктің тесіктері арқылы жоғарыға қарап ұмтылып, өздері жаңа навозға көшеді. Сол кезде астындағы биогумуста шылаушан қалмайды. Осыны 3 рет қайталап аламыз, астында биогумуста шылаушан қалмайды. Енді қалады, бірақ анау айтқан қалмайды. Бұдан шыққан шылаушынды сыртқа басқа орынға тастап, және көбейтеміз, немесе биогумус бағытында жүреміз. Алдыңғы видеода айттық қой, бізде екі бағыт болады. Бірінші бағыт шылаушандарды көбейту бағыты, екінші бағыт биогумус бағыты. Уже шылаушандарды біз көбейтіп болдық, ал енді біз биогумус өндіру керекпіз. Шылаушанның мына осы қатарда, мысал үшін көбейтетін болсақ, осы қатарға 30 коробка немесе 50 коробка ұзағымен тастаймыз, көбейту мақсатында. Ал егерде биогумус мақсатында болса, 200 коробка тастаймыз. Шылаушанның саны қаншалықты көп болса, соншалықты осы көңді бізге биогумусқа айналдырып береді, өңдеп береді. Сол жақтары бар. Енді мына ящиктегі қазір шылаушанның тығыздықтарын көрсетіп, астындағы биогумусты көрсетсем. Мына жерден көрсетеміз бе? Кеңіз. Мына шылаушанның тығыздығы жақсы көрініп тұр ма? Бұл нешінші алып жатқан жаңа? 3 рет аламыз дедің ғой. Бұл екінші алып жатырмыз.
екіншісі. Енді асты жағын көрсетейін. Бисмилла. Ящиктің астын көресіз. Ал мынау биогумус. Мына жақпен, мына жақты қарасаңыз, мынау кеппеген биогумус, мынау күйіп қалған да күнге. Көресіз ба? Кәдімгі көңнен айырмашылығы үлкен, өте жоғары дейсің ғой, иә? Иә, міне. Қазір көрсететін бұл. Мына көңмен, мына биогумустың айырмашылығын көріп тұрған шығарсыз. Мынада, мынаның екеуін көріп белгілі болып тұрған шығар. Мынау қап-қара әрі майда екен көрініп тұр. Иісі де жоқ. Иісі де жоқ. Ал енді мынаны біз сеткадан өткізетін болсақ, мынаны біраз кептіріп алып, сөйтіп сеткадан өткіземіз. Өйткені мынадай қазір ящиктің астында влага көп болғаннан кейін бұл сеткадан өтпейді. Ал мынаны көріп тұрсыз ғой, мына ящиктің асты емес, жаны. Ал бұл да құрғақ. Сәл құрғақтау. Бұл сеткадан өтуі проблема емес та. Жақсы өтеді. Мынаның астында міне шолашан аз қалды. Бұл да міне қап-қара болып. Бұл енді үшінші айналымда барлығы бірдей шығып кетеді ғой? Иә, үшіншісінде уже. Сонда да биогумустың ішінде тұқымдары мен майда шлаушындар қалады деген рас па? Иә. Өйткені ірі шлаушандардың барлығы шығады да, молюскілер мен кокондар қалады. Қазіргі кезде мынау көріп тұрған бассейн, бұл бассейнге суды біз жинап, осы бассейнде суды тынытып, кейін оң жақтағы, сол жақтағы шлаушандарға біз осы бассейн арқылы осы суды беріп отырамыз. Ал қалай беріп отырамыз деген сұраққа қазіргі кезде бізде осындай ленталар алып келдік. Ленталардың ені 5 сантиметрлік фонтан ретінде бұл шашып береді. Ал бізде қазір күн ыстық болып жатқан себепті мынау навоздағы влага азайса, намдық азайса, мынау осы моторды қосып береміз де, осы арқылы біз су шашып отырамыз. Намдықты ұстап отырамыз. Енді жаңағы намдықты ұстаудың басты маңыздылығы неде? Намдықты ұстап отырсақ, біз шлаушандарымыз өте тез көбейеді, тез жұмыс жасап береді, тез биогумус қайналтырып береді. Өйткені біз айтамыз ғой, осы навоздағы влага 70-80% намдық болу керек деп айту керек, айтамыз. Енді бұл шлаушандардың атының өзі айтып тұр ғой, калифорнийский қызыл жауын құрттары. Жауын құрттары дегеннің өзі енді атының өзі айтып тұр ғой. Қаншалықты намдық болса, соншалықты тез жұмыс жасап бере береді. Ар жақтағы көрген бұрыттарыңыз бен мына жақтағы көріп атқан бұрыттарыңыз, мына жақтың бұрыты 20 сантиметр, 15 сантиметр қалыңдығы, көңнің қалыңдығы. Ал ар жақтағы бұрыттың қалыңдығы 40 немесе 30-30-дан жоғары. Ал оның себебі ол жақта январ-февраль айынан бері жатқан шлаушандар да олар. Олардың астындағы 20 сантиметр көңі уже биогумус қайналып қойған. Олар қызылмайды. Қызу процесі ол биогумуста жоқ. Содан кейін біз оның үстіне жаңадан көң тастап, қалыңдығы 40-30-дан жоғары болып кетті да. 35-40 болып кетті. Ал енді мынау, біз бұны апрель айының соңында тастағанбыз. Бұл енді биогумусқа толық айналып болмағаннан кейін, бұның үстіне біз көң тастайтын болсақ, бұл қызып кетеді. Ал енді осы
осы көңдегі шлаушаның тығыздығын көрсетейін. Әр жері әр түрлі. Шлаушандар қай жер ыңғайлы, сол жерде жұмыс жасайды. Таза биогумус бағытындағы ғой. Иә, биогумус бағытындағы шлаушандар. Так, көріп тұрғаныңыз, қазір осы площадка 1300 квадрат. 1300 квадраттың үстін осы қара сеткімен жабу үшін 3 күн уақыт кетті, былайша айтқанда. Ал енді бұл өте қатты шамалдарды да көрді, бірақ бұлай жыртылып немесе үшіп кеткен жоқ. Қолдан келгенше мықты қылып жасадық. Енді өзіміз астында жұмыс істейтін болғаннан кейін қолдан келгенше әрекет қылдық. Жабуға қанша қаражат кетті? Қазір 2000 квадратты жабуға бір 800 мың теңгедей кетті ғой. 800 мың теңге. Енді қорыта айтқанда көрермендерімізге не айтасың? Көрермендерге айтарым, қазір ауылдағы адамдарға өте ыңғайлы жұмыс. Өйткені әрбір қазақтың үйінде есігінің алдында 10 соттық немесе 15 соттық жері бар. Сол жерге өзінің үйінде шығып атқан көңі бар ғой, малдікі, аттікі. Енді біз қазақ болғаннан кейін әрине ат ұстаймыз, қой ұстаймыз, сиыр ұстаймыз, ауылда тұрған соң. Солардың көңін өзіміз алып, өзіміз осы шлаушандар тастап пайдалансақ. Кеше мен бір видеоны көрдім, мәке. Өзбекстаннан Қазақстанға биогумус өткізіп жатыр. Өзбектер Қазақстанға өткізіп жатыр биогумусты. Соны біз неге өзіміз сол биогумусты өзіміз неге шығармасқа? Қазір бізде группа бар, чаттар бар ғой, WhatsApp чаттар бар. Сол группаларда айтылып жатыр. Біздің әкім осы биогумусқа осы шлаушанды бағып атқаныма дейді. Осынша соттық жер берді. Адамдарды қызықтырып тартқанына осынша ақша беріп жатыр дейді. Қаржылай жақтан көмектесіп жатыр дейді. Міне, біздің өкіметіміз осындай көмектерді беріп тұрғанда біз осы неге биогумус шығармасқа? Бұл биогумусты енді кім алады деген сұрақ бар ғой. Ар жақта көріп тұрған огурцы өсіріп алдыңыз. Осындай диқандар алады да биогумусты. Жаңа гүлге алады. Әртүрлі енді тек қана осы гүлге, огурцыға емес, басқа да өсімдіктер тұқым шығаратын уақыттар келіп жатыр міне. Сол уақыттар сезон болып табылады. Сол кездерде биогумус былтыр жеткізе алмай қалғанбыз. Жалпылама айтқанда, үйде отырған адам болса да, жасы келген азамат болса да, бұл істі ары қарай жандандырып алып кетуге толық мүмкіндік бар дейсің. Иә. Бұл қосымша жұмыс ретінде де өкіметтің жұмысында істеп, өзінің жеке кәсібі ретінде істеп атқан жігіттер де бар. Ал құрметті көрермендер, 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтайық. Жалпы айтқанда, дәл осы шлаушын бизнесін бастауға сізде толықтай мүмкіндік бар. Қазақ айтады ғой, көп көргеннен гөрі, көп естігеннен гөрі бір рет көрген жақсы. Сондықтан да келіңіздер. Ағдәулет есімді жігіт өзі толықтай сіздерге сатып болғаннан кейінгі сатып бердім болды, арғай күніңді көр деген сөзді айтпайды. Сіздерге жол көрсетеді, жетекшілік жасайды, барлығын үйретеді. Сондықтан да телефон номерлердің бәрі соңында көрініп тұр сіздерге. Хабарласыңыздар. Әр қазағым бай болсын, аман сау болыңыз.